Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз әрқайсымыз есімімізден басталатын сын есіммен бастаймыз. Ақкөңіл Аяулым, Білімді Бауырсақ, белсенді Біржан, Қарбаушы Берекелі Бейбарыс, Байсалды Бексалы, Аяулы Арны, Ақылды Арны, Дарынды Дархан, Ержегіз болып, Ақылды Айталды, Білімді Бәйбек, Аяулы Айдана, Ақылды Азамат, Нартыл Қалан Ақыл, Білекті Бегасыл, Рахымды Рамазан, Мықтым Хасан, Спая Сәне, Аяулы Аяулы, Дарынды Димаш, Төлегі Бану. өте жақсы рахмет. Ал балалар, енді біз 1-2-3 санымен топқа бөлінеміз. Бірінші, екінші, Үшінші, бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші, екінші, үшінші, Екінші, бірінші, екінші, үшінші, екінші, үшінші. Өте жақсы, керемет. 1 дегенді физика тобына жайғасамыз, 2 деген химия тобына, 3 дегеніміз география тобына жайғасып отырмыз. Жақсы, бүгінгі біздің сабағымыз қазақ әдебиеті сабағы. Талап Сұлтанбеков көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі. Я, жақсы. Бүгін кезекші кім сабақта кім жоқ? бүгінгі сабақта бір оқушы жоқ, жарысқа кеткен дәлелдесі Өте жақсы, отыра қойыңыз. Жарайды, жақсы. Енді бүгінгі біздің негізгі сабағымыздың мақсаты, қараймыз балалар. Әдеби шығармада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сонда бүгін біз қандай тапсырмалар орындайтын екенбіз? Бүгінгі сабақтың бағалау критерийін қалай шығарамыз? Кім айтады? Қарақат айтамыз. бүгінгі сабақтың тақырыбын ұлттық мүддемен байланыстырамыз. Бүгін көтерілген сабақтың мәселелерін ұлттық мүдде тұрғысынан ашып талдайтын боламыз. Өте жақсы, отыра ғой. Үйге қандай тапсырма беріледі балалар? Үйге қандай тапсырма беріледі? Ал айта ғой. Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойындарымызға ұлықтауға қосқан үлесі туралы айтылады. Жақсы, өте жақсы. Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойындарға қосқан үлесі туралы эссе жазып келу керек. Бұл жерде ұлттық ойындарды насихаттауымыз керек. Жақсы, кім оқиды? Үй жұмысын ал оқи ғой Дархан. Эссе тақырыбы Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойындарымыздың ұлықтауға қосқан үлесі ескертті. Эссенің тақырыбында Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойындарға қосқан үлесін анықтау және эссе құрылымын сақтау. Қазақ спортының ұлтымыздың мұрасы және ұлтымыздың мұрасын насихаттаған кісілердің бірі Талап Сұлтанбеков атамыз. Талап Сұлтанбеков алғашқы тақырыбын спортпен байланыстырған. Ол қазақ тілінде дойбы дегеніне және дойбы шахмат тоғызқұмалақ атты спорт жағынан көмекші кітаптар жазған. Талап Сұлтанбеков өзі дойбыдан Қазақ СССР спорт шебері және де тоғызқұмалақ ойыны бойынша федерациялық төрағасы және осы ойын бойынша Қазақстан кішілер чемпионы болған. Менің ойымша Талап Сұлтанбеков атамыз қазақ спортына көп үлес қосты. Талап Сұлтанбеков өз оқырмандарына спорттың адам денсаулығына тигізетін пайдасы туралы және де дене туралы айтып кеткен. Спортпен айналысу керек екенін айтып ақыл кеңес берген. Өте жақсы, керемет, эссе құрылымы сақталған екен. Балдар, бүгін мен сіздердің кері байланысты шындық әдісі арқылы аламын. Топ басшылары топтарында бағалап отырыңдар және шындық әдісін пайдаланып отырыңдар. Сабақтың соңында барлығымыз қандай деңгейде жұмыс жасаңдар, соны бойынша қарап. Жақсы, өте жақсы, эссе құрылымы жақсы сақталған. Ал екінші топтан Айдана оқи ғой. Эссенің тақырыбы Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойындарға ұлықтауға қосқан үлесі ескертті. Ұлттық ойындарымызды дәріптеу. 2. Талап Сұлтанбековтың ұлттық ойынға қосқан үлесін анықтау. 3. Эссенің құрылымын сақтау. Талап Сұлтанбековтың алғашқы шығармаларынан-ақ ұлттық ойындарымызға үлкен үлес қосқаны анық көруге болады. Талап Сұлтанбеков тұңғыш рет қазақ тілінде дойбы дегеніне, дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ атты көмекші кітаптар жазған. Спортшы Талап Сұлтанбековтың өзі дойбыдан СССР спорт шебері және шеттелуде әлемнің бірінші тілінде аударылғанда ойындарымыздың бірегейлі кітабын шығарған. Тоғызқұмалақ бойынша федерацияның төрағасы және осы ойын бойынша КСРО чемпионы. Талап Сұлтанбековтың айтуы бойынша тоғызқұмалақ, шахмат, дойбы ойындары тапқыршылықты мол фантазияны талап етеді. Алайда бұл ойындар басқа ойындарға қарағанда анағұрлым күрделірек әрі абсолюттілі түрде ойлау аса қиын десек те қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындары
ойындарымызға ұлықтауға қосқан үлесі орасан зор. Талап Сұлтанбековтың кітаптары арқылы қазіргі жастар ұлттық ойындарымызға деген қызығушылығы артып, оны ары қарай дәріптейді деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Ұлттық ойындарды керемет насихаттағанына айдана. Енді топ басшысы үшін жылды сұрастырып отырамыз. Ал география тобынан үшінші сыныптан кім оқиды екен? Ал Сәния оқи ғой. Сен тақырыбы Талап Сұлтанбековтің ұлттық ойындарымыздың ұлттық үлесі қандай? Дескриптері Талап Сұлтанбековтің ұлттық ойындарға қосқан үлесін анықтау, эссе құрылымын сақтау және де ұлттық ойындарымызды насихаттау. Менің ойымша, Талап Сұлтанбеков қазақтың ұлттық ойындарына өз үлесін қоса білді. Оның дәлелі жазушының ең алғашқы шығармасы спорт тақырыбына арналып жазылған болды. Жазушының тұңғыш рет қазақ тілінде дойбы дегеніне дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ атты көмекші кітап жазған спортшы. Бұл шығармалардың жазушының ең басты себебі мынада деп ойлаймын. Талап Сұлтанбеков тоғызқұмалақ ұлттық ойыны бойынша орыс және халықаралық дойбы бойынша СШСР журналистер одағы мүшесі, тоғызқұмалақ пен дойбыда республика бірлестігінің президенті, республикалық спорттық журналистиканың негізін салушылардың бірі. Адам бірінші қандай да бір оқиғаны немесе шығарма жазарда шығарманың мақсатын халыққа деген қандай пайдасы барын біліп, ұғынып түскен сол оқиғадағы басты іс-әрекетті басынан кеше білу керек. Міне Талап Сұлтанбековтың өзі осы ұлттық ойындарымызды жіті ойнай отыра осы шығармаларды жазған. Бұның өз қазақтың ұлттық ойындарынан қосқан үлкен үлесі. Ұлттық ойындар бабаларымыздан қалған асыл қазына, ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын-сауықтың бір түрі. Оның бастауы тым тереңде, ата-бабаларымыздың дене мен ойды шынықтыру кезінде құрылған ойындар. Ұлттық ойындар сонау заманнан келе жатса да, қазірде оның орны бөлек. Халқымыз ешқашан ұлттық мүддесін, ата-бабасынан қалған мұрасын ешқашан ұмытпаған. Түрлі үйірмелер мен жарыстар ұлттық ойындарымызды одан да ары дамыта түседі. Жазушылардың жазған мұралары болашаққа аманат. Осы ұлттық ойындар туралы жазылған Талап Сұлтанбековтың шығармалары және де басқа жазушылардың шығармалары ұлттық ойынымызды ұмыттырмай әрдайым есімізге салып отырады. Керемет. Сәнияның эссесі өте керемет. Меніңше деп басталған кіріспесі, иә? Қорытындысы да өте жүйелі жазылған, эссе құрылымы өте жақсы сақталған, жақсы. Ал жарайлы, онда біз өткен сабақ бойынша Талап Сұлтанбековтың өмірі мен шығармашылығын прикерс әдісі арқылы қорытындылаймыз. QR-кодтарыңызды қолдарыңызға алыңыздар, барлығыңыз. Оқып болғандары сүре беріңдер. Кімнен оқып болды? Сүре беріңдер. Оқып болды ғой, иә? Оқып болғандарын түсіріңдер. Болды қой. Көтереміз. Оқып қойғандарыңыз түсіре беріңіздер. Басшылары әрқайсысы өздерінің оқушыларының пайызын жазып алыңдар. Алдарындағы балдық жүйе. Біз бағана 5 тапсырма бойынша бүгін сабақты бағалаймыз дегенбіз. Жаңағы бірінші қаламның үшталысын әдісі бойынша 3-4 күнде оқушысына жақсы жоғары екенін ұпай береді. Мына жерде қай топтың пайызы төмен болып тұр? 80 балл Амантай Біржан қай топсың? Бірінші, үшінші топ, иә? Дөңбай баласа үшінші топ. Жанболат екінші топ, иә? Сонда міне Курьерс бойынша физика тобына 2 балл, химия тобына 1 балл, географияға 1 балл. Жарайды, жақсы. Енді бүгінгі сабақ бойынша біз бейнебаянды көріп алайық. Осы шайтан тауға саяхат бойынша шағын бейнефильм көріп алайық.
дороге Замчеву есть как раз поворот такой. А это река Самара. Заросшая. Сейчас конец августа, воды тут маловато. Но там внизу плавают рыбы. Не сильно большие, но там большие есть. Вот. Где-то, наверное, свободно. Жарайды, жақсы, балдар бейнебаянмен таныс болды. Я бұл Сәмен кездестірген оқиға қайда орын алды? Кім жауап береді екен? Ал жауап бере қойып. Сәменнің оқиғасы Шайтантауда орын алды. Және Сәмен Шайтантауда өзінің кезегінде жүрген сұрақтары мен ойларына жауап алды деп ойлаймын. Сәменнің ойындағы аңыз және аңызда болған оқиғаларды сол Шайтантауда кездестірді. Өте жақсы, керемет. Ал енді бұл фантастикалық шығармаға негізделген, иә? Бұл фантастикалық шығарма дегеніміз не? Ал айта ғой. Әлбетте өмір шындығын қиял тұрғысынан бейнелейтін жанр деп айта аламыз. Иә. Яғни ол біздің ойымыздан туып тұрып, ол шын өмірде, шынайы өмірде болмаған жағдайда да біз ойымыздан тудырып, оны жанр ретінде бір мақала жазуымыз болады. Бұл аңыз ба, жоқ шындық па? Шындық, аңыз. Аңыз бертін келе ұластан неге айтылады? Шындыққа. Ол жерде біз ғылымды да байқайтын боламыз, себебі неше түрлі құбылыстардың арқасында. Өте жақсы. Ал сіздерге қосымша жетекші сұрақ. Әңгімеде автор өз сезін қай жақта баяндайды? Ал Біржан айта ғой. Екінші жақта баяндайды, екінші жақта. Ол өз атынан емес, екінші жақтан біреудің атынан баяндайды. Дұрыс. Әңгімеде автор оны екінші жақта баяндайды. Өте жақсы. Ал онда біз көшпелі алтынның 3 бөлімінде өттік. Енді қазір бейнебаянды көрдік. Сол бойынша біз 3 бөлімге талдау жасаймыз. Бірінші топ таудағы от бөлімдегі оқиға желісін кестеге түсіреміз. Дискрипторын жазамыз. Екінші топ Шайтантауға сапар бөлімдегі кейіпкерлердің іс-әрекетін талдаймыз. Үшінші топ өмірдегі сыр кейіпкерлер жүйесін жинақтап жазамыз. Уақытты тиімді пайдаланамыз, тапсырманы орындаймыз. Бұл топтық жұмыс. Біз біргеміз деген әдісі бойынша топпен жұмыс орындаймыз. Сәмен жасынан сирек, сезімтал, ақылды жігіт, сондай-ақ ғылыми көпшілік журналдар мен газеттерді кітаптарды құныға оқиды. Ол шықпаған тау, тас көмір қалмаған Шайтантауға кішкентай кезінен жас болып саяхаттаған бала болып табылады. Қажытай Сәменнің ең жақын досы, ақылды, қызыққұмар, жан-жақты жігіт, сондай-ақ ер жүрек десек болады. Сәменмен бірге Шайтантауға қорықпастан атты келген асар адам. Көзі үлкен, селдір майда шашты, физика математика ғылымының докторы. Галузы жұпыны, киінген үстінде көмелі комбинезоны бар, қолда темір жәшігі бар, шегір көзі, сары шашты,
махаббат лаборатория құрушысы. Өте жақсы, керемет. Ал бір жан айтарыңдар ма? айтайық, жасы 30 шамасына келген ұзын бойлы, қара торлы адам, қайратты, қара шашты, мұрны қоңқақ, көзі қыстау келген ғалым балажан, атмосфералық орманның маманы. Өте жақсы, керемет. Кептелер жүйесін өте керемет жинақта ашып жатырсыңдар. Өте жақсы. Ал екінші топ химия тобы. Дискриптор. Бізде дискриптор, яғни шайтандауға сапар бөлімдегі кейіпкерлерге талдау, кейіпкерлер бейнесін ашу. Келесі. Кейіпкерлер Сәменмен қажыдай іс-әрекеті әйтеуір барамын деп жүрген Сәменді сол оқиға еліктіріп жіберіп, досы қажыдай ертіп, шайтандауға сапарға шығады. Шайтандауда ғажайып сырдың куәсі болып қайтады. Ал бізде ол мінездеме де болса қажыдай, қиялшыл, дос және де адал дос. Яғни досын еш жерде тастап кетпеді. Ал Сәмен ақылды, сенпаз, білімге құмар, мақсатына жете білетін нағыз жігіт десек болады. Жақсы, дискрипторге сай, кейіпкерлер бейнесі жақсы ашыпсыздар. Жақсы. Ал бірінші топ. Дискриптор. Қаудағы топ бөлімдегі оқиға желісін толтыра отырып, бөлімнің басталуын, дамуын, шиеленісуін, шешімін анықтау. Оқиғаның басталуы. Арқарлы тауының төсінде арқардың бір шағын үйірінің түнеуі. Оқиғаның дамуы. Сәменнің тау ішіндегі малшағасының үйіне қонаққа баруы. Оқиғаның шиеленісуі. Сәменнің шымбұлақ сайынан өте бергенде көшпелі алтынды көруі. Оқиғаның шешімі. Сәменнің көшпелі алтын аңызына сенбеуі. Өте жақсы. Ал енді бүгін мен сіздерді үш топқа бөлдім, физика, химия, география. Осы көшпелі алтын ғылыми фантастикалық шығармасынан біз физиканы да, химияны да және географияны да табуымызға болады. Сол себепті енді біз жұппен жұмыс жасайық. Жұпташа отырып, бірінші топ физика тұрғысынан қарағанда автор идеясынан бұрын енгізіп талдаймыз. Химия пәні бойынша алтынды саралаймыз. Алтын химияға жатады ғой, иә? Енді жер атауларының географиялық ерекшеліктерін анықтаймыз. Жұппен бірлесіп жұмыс орындаймыз. Топ-топ жұмысты үш топқа да жақсы жоғары ұпай қоямын. Ал енді жұппен дәптерге орындаймыз және бір жұп тақтаға шығып қорғайды. Басқамыз дәптерге жұптық жұмыс орындаймыз. Біржан, Нұраймен жұптаса ғой. Бұл жұптық жұмыс. Кел бірлесейік деген әдіс бойынша жұппен орындаймыз. Белсенділігі өте жақсы бүгін. Жоғарыға кетемін. Ал тыңдаймыз. Тапсырма жер атауларының географиялық көшпелі алтын шығармасының жер атауларының географиялық ерекшеліктерін анықтау. Дискриптор көшпелі алтын шығармасының жер атауларының географиялық ерекшеліктерін анықтау және біз оны анықтадық. Өте жақсы. Сәменмен қажыдай ізденісте жүрген кезде өзін түпкі жағында дәу жалпақ тас шайқалды да оны киінген адам шықты. Ол керегедегі бір тастан телефон трубкасы арқылы лаборатория ғалымдарына қоңырау шалды. Өте жақсы. Сәменмен қажытайды, яғни екі баланы өз артынан ертіп, керегелері кезек-кезек қызыл сасытып
келді. Оның төбесінен тастар солай шығып тұрды. Залдың табаны да қызыл тасты текшелермен жасалған еді. Күн күркіреп, жауын жауған, найзағай ойнаған ессіз тау ішінен бұл екеуі өмірге, бұл екеуі бірге таң болады. Өте жақсы. Қазір журналистері үлкен қазақстан атмосфералық элементар бейжутаулық лабораторияда үңгір жер атмосферасы. Өте жақсы. Сіздер географияға байланысты ерекшеліктерін жақсы ізденіп анықтадыңдар. Ал бірінші топ. Бізге берілген тапсырма, біз жұбымызбен бірлесіп отырып, физика тұрғысынан қарағандағы автор идеясының ғылыми негізін талдадық. Физика тұрғысынан қарағанда автор идеясы ғылыми негізі. Адамның Табиғатта болып жатқан өзгерістерді және құбылыстарды, энергияларды бөліп шығарады және олдай құбылыстарды адамдар біз қадағалай алмаймыз. Яғни айта кететініміз, бізге берілген оқиғада физика тұрғысынан қарағанда көптеген энергиялар мен бұлттар арасындағы тарсылыс және тебу күштер қозғалған. Ол жерде шарыбая молнияның қалай пайда болуы және оның ұшып жүруі, шарыбая молния негізінен осындай бейнеде келеді, ол жарық әрі әуеде тұрады. Шарыбая молния әуеде пайда болады және оның бастапқы пайда болғандағы энергиясы 5000 вольттан тұрады. Ол мылтық күшімен салыстырғанда 50 және 60 атқан дәрі күшімен тең. Және біз бұл тапсырмадан алатын ұлттық мүддеміз табиғатта болып жататын түрлі құбылыстар бар және ол құбылыстардың бізге әкелетін пайдасы да өте мол. Сол құбылыстар арқылы ол құбылыстарды біз өзіміз пайдалана білсек, бізге көптеген пайда тиеді. Ал енді 5000 вольт деген физика тұрғысында жаза аласың ба? Жазып бере ғой маған. Өте жақсы, керемет. Физика саласымен жақсы байланыстырып келесіңдер. Дегенмен бір балалардың төмендеуі бар. Бейбарыс өзінің міндетін жұптық жұмысын қорғап ала алмады. Жақсы. Ал химия саласында қандай лабораториямен байланысты деген мұқият тыңдаймыз. Қан балалар тыңдаймыз. Арнольд. Дескриптор. Көшпелі алғы ғылыми стандарттар әңгімесі бойынша химия пәнінен алтынды саралау. Алтын, сары, жұмсақ, созуға соғылған жайлы металл. Химияда менделеев кестесінде аурум деп айтылады. Жазылуы ал. Өте жақсы, керемет. Алтын сақина жүзіктерге йод тигенде оның қара түс беруі алтынның магниттануы деп айтылады. Біз бұны эксперимент арқылы тексерсек те болады. Өте жақсы, кәне тексере қояйық. Онда эксперимент арқылы алтынға йод таққан кезде, иә? Ал, алтынды берейін, йодтаймыз. Қарая ма екен? Жоқ, қараймай екен білейік, иә? Алтынның таза емес екені қалай ажыратуға болады сол кезде? Йодтан болады. Егер алтын қарайтын болса, ол алтынның таза еместігін білдіреді, ал қараймаса алтынның таза қоспасыз екенін. Өте жақсы, мына қоспасыз екен. Егер де темірге жақса, онда ол темір қарайып кетеді. Жақсы, өте жақсы. Ал мына бағалау сіздерге шынжыр айтса. Енді жарайды, жақсы. Балдар біздің енді соңғы тапсырмамыз. Үшінші тапсырмамыз бар, енді орындайтынымыз. Бірінші топ, екі жақта түсіндірме күнделігі шығармашылық жұмыс бұл үзінді және ұлттық құндылықтар. Екінші, Қазақстанда алтын өндірілетін
орындар ауызша орындасақ та болады. Ал үшінші топ фил әдісі. Дерек, пікір, сұрақ, іс-әрекет. Жоқ, екі тапсырыс. Бұл шығармашылық жұмыс. Анан толық орында болатын керек еді ғой. Астына шаш. Искриптор көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі Тыңдаймыз. Искриптор көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі бойынша Қазақстандағы алтын өндіретін кен орындарды анықтау. Қазақстанда 80-ге жуық алтын өндіретін кен орны бар. Олардың негізгі қоры Шығыс Қазақстан облысында, Қарағанды облысында, Ақмола облысында орналасқан. Ең ірі кен орны Ақмола облысында Васильевский кен орны. Қазақстан алтын өндіруден шамамен дүниежүзі бойынша 10-шы орында. Керемет. Қазақстан алтын өндіру бойынша дүниежүзі бойынша 10-шы орын деген керемет. Ал біздің Қазақстанда неше жерде өндіріледі екен алтын? Қаншаға жуық жерге? 80-ге жуық. 80-ге жуық кен орындары. Өте жақсы, азамат отыра ғой. Ал дұрыс, бағаларын алып кетіңдер. Ал бірінші топтаймыз ба? Қай топтайық? Ал географияны келеміз. Мұқият тыңдаймыз. Көшпелі алтын найзағайдың бір түрі. Мұнда орысша шарабайым молния деп атайды. Көшпелі алтын аңызы шынайы өмірге негізделген. Бірақ ғылыми жұмыстары елімізге қандай пайдасы бар? Біз кен терминмен қаштай сипаттауға жеткенде өңірдің ішіне көшпелі алтынның сатпен шыққан түрі. Өте жақсы. Пікірім де керегім де жақсы келтірген. Ал жақсы, бірінші топ. Дайын болмай тұрмас берді. Бұл шығармашылық жеке ізденімдік жұмыс еді. Ал бұл жердегі қандай ізденімді ескеріктерген оқи ғой? Тыңдаймыз. Шығармашылығы жеке жұмысы екі жақты түсіндірме күнделігі арқылы көшпелі алтын әңгімесіндегі үзіндінің ұлттық құндылығын анықтау. Оқиғаның үзіндісі көшпелі алтынды көрген сәлменің жолдасымен бірге сапарға аттанып таңғажайып дүниелерді бастан өткерді. Бұл жердегі ұлттық құндылықтар адамгершілік құндылық, рухани құндылық және ой сана. Керемет. Адамгершілік құндылық, ұлттық құндылық және ой сана құндылығы. Ой сана дегеніміз алтын көрсе керісінше жолдар тайғаны дейді. Бұл алдайтын кетіңіз. Толықтыра ғой. Бұл оқиғадан біз екі жолдастың бір-біріне деген сенімділігін көруге болады. Олар ешкімге айтпай, таң атқанда бір-бірімен бірлесе отырып, ешкімге сыр шертпей, бірге сенімдерін арттырып, осы алтынды көруге және аңыздың шынайы екендігіне көз жеткізуге аттануы. Өте жақсы. Толықтыру болды. Өте жақсы. Жарайды, жақсы. Балалар, енді осымен бүгінгі біздің сабағымыз өзінің мәресіне жетті. Енді барлықтардың алдарында борт журналы тұр. Бүгін сабақта не алды? Қасымыздағы сыныптасымыздан не алды? Және мұғалімнен не алды? Ертең өмірде қолданылатын дүниеміз бар ма? Борт журналы арқылы маған кері байланыс жасаймыз. Одан кейін топ басшылары топтардың балдарын есептеп отырды. Шығармашылық ізден бойынша мен барлығымды жоғарғы балмен бағаладым. Сонда жалпы бал 9. Ал енді онда маған топ басшылары өздерінің жинаған шынжырларымен топтарында бағалай қойыңдар. Сол бойынша 3 топта шығамыз топ басшылары. Топ басшылары шыға
бастаймыз. Қазір үшеуінің шындырларымды салыстырайын мен. Бірінші география тобы, екінші физика мен химия бірдей балл жинапты, иә? Міне шындық әдісі бойынша. Ал топтарымды бағалай қойыңдар, жекелей. Бүгін біздің топта Аруна, Бекзада, Дархан 10 балдан алды, Арнұр 9 балдан, Бибарыс 8 және Бәйбек 7 бал алды. Бізде екінші топ химия тобы, бізде барлығы сабаққа жақсы қатысты, барлығына 10 балдан 5. Өте жақсы. Бізде де бүгін география тобында барлығы жақсы қатысты, тек Біржан 9 бал алды. 9 бал. Өте жақсы. Топ басшыларын бағалау керемет. Ал енді мен жалпы топты бағалағаным бүгін термей түсті 3 топта. Ал енді шынжыр әдісі бойынша бірінші орынды мен химия тобына беремін. Себебі бірінші орынды география тобына беремін. Орта мектебінде 10-шы А сыныбында оқыған Талап Сұлтанбеков көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгіме барысында өз білімдерін шыңдай білген география тобы бірінші орынмен марапатталады. Ал физика тобы мен химия тобы тең түсті, екеуіне де екінші орынмен марапаттаймыз. Жақсы, балдар осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Үйге тапсырма ғажайып планета деген Талап Сұлтанбековтің фантастикалық шығармасы бар. Соны оқып, сол бойынша күрделі жоспарға көшеміз. Бұл жақсы.